Ассалаумағалейкум, достар. Қалайсыздар? Яндекс күнделіктерімізге қош келіпсіздер. Сағатымыз 12:51. Ұйықтап тұрғасынан, короче. И жұмысқа шығып кеткесінде, И все, короче. Сөздік қорым аздығы осы жерде білініп қалды, меніңше. Айып етпейсіздер, сондықтан неге шықтық, линиядамыз. Қазір заказ күтеміз. Үй жақтан жайлап көшеге қарай шығып батырық. Так, бірінші тапсырыс. Грузчикпен дейді. Жарайды. Грузчикпен болса, грузчикпен рады. Кеттік. Өй, достар, неде тұрмыз ғой? Сейфуллина деген аузың бір айнешек. Ташкентский Петрова ма? Петрова ғой. А чё, әңгің көрмін? Сол жерде тұрмыз. Ана жерге бар керек екен. Мынандай көкелер мешет етіп тұрды. В общем, достар. Саламатсың. Здрасте. Нет, потом как сами заберете документы или что? Хотела я этот. В общем, мынандай бір зат, короче. Көтеріп әкер, сал жүргесін. Ары қараңдар. Мынау қалай кетті? Елемей атырмын. Документтерін алдық. Сон кетеміз. Офистарын көрдіңдер ма, Балық бар ғананың ішінде түк көрмек адамыз. Так, тапсырысты алдық. Бұндай клиенттермен ше үндемей тұрмау керек та бұлармен де. Добрый день, здравствуйте, короче. Как настроение, головокружение, общение, кешкісін не істейсің деген сияқты әңгімелер жіберу керек та. Сонда бұлар да өздері деп мәз болып қалды десең. Так, енді жерден бізді сол жаққа қарай жіберсек күшті болып кететін. Деп мәз болып, ырза болып. Саған 5 жылдыз ғой дейші. Келдім ғой деп қоясың. В общем, түсіретін жерге келдік. Апарып кіргізіп сөйіп мәз қанды. Тапсырысымызды болдық. Бағасы осындай. Продолжить дейді. Оплачены картой. Деп айту керек. Бірақ что-то айтпай тұрмын. Кеттік ары қарай, достар. Мәне тамаша, мәне керемет. Тағы бір тапсырыс. Ұзақ жол жүретін сияқтымыз. Let's go! Көріп тұрмын болды.
братва. Осындай груз. Мындай. Ташкентский оптовкадан сәл былай қарай бұл жерде басып отырық. Кеттік. В общем, заттарымызды алдық қой, достар. Кетіп батырмыз ғой. 1 сағат 12 минут жүреткенбіз. Ризасың ба? Қазақ ерінің Яндекстарына ризамын мен десең. Қой, кеттік. Сағатымыз 2. Екінші тапсырыс. Мә, достар, вообще басқақа кеттік қой біз. Қапшағайский трассамен, в общем, бір жаққа қарай ұлып батырмыз. Let's go. Малар бір-бірімен жарысып емелестеп жүр. Бұрайма басты. Міне, Байсеркеге келдік. Әлі 20 минут жүретін жері бар. Қызық болып батыр кәдімдей, қай жаққа барып жатқанымыз десең. Мә, достар, Советский Союз болды ма? Қайда кеттіңіз? Мына жолдар бәрі Советский Союздан қалған жолдар ғой. В общем, кетіп батырмыз. Қайыққа баратырмыз әйтір. Бопты деп қоямыз. Мынау, ондай бір шетелский кинолар түсіретін жер қызге ұқсайды екен да. Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger. Бұзылып қалған Терминатор фильмінде. Деген сияқты. Күшті екен, жердің бір жері Талгарский район дейді еще. Индустриальная зона, Қайрат, Алматинская область, Талгарский район дейді. Мындай жер бар екен білмеппін. Ойбай деш. Ой, бела. Звондап қойдық, қазір күтіп тұрмын. Шығу керек. Шықса беріп жіберейік заттарын. Так, территорияға кірдік. Өтте қонақжай адамдар екен. Карамен күтіп алып, артынан жүрші бауырым деп. Жүрсек жүрейік артынан. Жерде не шығарады өзі түсінбедім. Пластик па? Мощный жер екен да? Дәу территория. Амбардың ішіне кірейін деп жатырық. Братва, ошу мына жер инопланетарындардың машинасын жасайтын жер ма, бір бөле. Ондай бөлелер көп. Мынау мусор дейді. Пенопласттарда хрена. Қой, кеттік, шықтық. Так, достар, бағасын айтуды ұмыт кеттім ғой. 8.000 теңге болды. Бірақ адресі қате болғандықтан жіберген жігіт брат ренжімеші деп 12.000 теңге қылып жіберді. Мына жер жаңадан салынып жатқан бір не сияқты, район сияқты, район болғанда андай жаңағы завод, фабрикалар салынатын жер ғой, примерно да. Байсеркеден төмен қарай түсіп кеттік қой. Жаңалық деген ба, сондай бір ауылдың төмен жағалар. Қой, кеттік, айдаладамыз, енді заказ түсем екен, көреміз. Алматыға қарай басайық. Мынау қызыл жанып тұрса, значит, пойызға қатыр дейді да. Пойыз күтейік. Пойыз көрмедік қой, ағайын.
кішкентай бала сияқтысың. Өнеге отыруға асықпай. Әне келетір. Не деген күшті зе, анан бәрін тартып келе жатқан. Ар жағына күтіп тұрғанмын негізі. Шыдамай өтіп кетсем. Қазақ десең өзгертеді ғой. Светофор жанып тұр, негізі тоқтар деді. Айналып келеді. Наоборот өтіп кетсем. Ой, бұл анау әлбәтте шығады. Жер жай қалып отыр ғой, үшін мынау өткенде. Басқа жоқ. Кеттік ары қарай. Так, поезді көрсеттім ғой? Көрсеттім. Все. Тыныш отырыңдар енді. Мынау не болып кетті, қаладан шығып кетіп бір қайтып келсем, немене бұл қар болып кетті қайтадан. Так. Жаңағы жақтан галяк болып қайтып келгесін. Табысымыз жаңағы анау 4, мынау 12, 16 мың теңге ма? 3 мың теңге бензинге, 13 мың теңге. Так. Сағат деген 5 болды. Жаңа ана жаққа көп уақыт жоғалтып қойдық бар ғой. Негізі нақта қалған кезде кішкене нормально. Бұршақ жауып отыр ғой, Анан қырса бұршақ қана, Ойбай, деш. Көрінген нәрсеге таңғала береді адамдысың. Эвакуатор Шымкент дейді. Брат, саған реклама кетті, нәрсті. Сен Дарханның видеосынан көріп қойдық қой, деш. Эвакуатор Шымкент 17 дейді. Көрініп тұр ма сен? Домой функциясымен үйге қарай кетіп бара жатқанмын ғой. Сөйтсем тапсырыс келіп тұр. Северный кольцо дейді. Apple көреміз. Братва, келдік, короче. Let's go. Осы жерден жазда ма бір зат басып алып кетіп едік қой. Сол тағы да келдік. Заттарымыз салып алып, қайтадан шуылдап батырмызға 45 минут уақыт мен домой деген функциямен алған едім бұны. Қазір көреміз, қай жерге апарат екен бұл. Далада опять зима, деш. Қайтадан қыс түсті. Бұл жылы көктем болмайды, десе. Все, давайте, достарым менің. Роднойларым, каналға лайк дайымайық, сіздер үшін стараться етіп, сіздер үшін линияға шығып, сіздер үшін көрсетіп, максимально жұмыс істеп жүрген жайымыз бар. Надо будет сендер үшін камера сатып алма атак деп, міндетсініп кетсек. Әзілға позитив максимально, достар. Бұйыртса алда, ой, дерзкий проекттер жасауым келіп тұр, бірақ енді оған кішкене ана күн жылы керек болып тұр да. Күн жылыса бір дерзкий проекттер жасаймыз. Оны да сіздерге көрсететін боламыз.
Ол да жаңағы ақша жайлы, табыс қалай табу керек, в общем. Құр жатпаудың амалы ғой. Так. Келіп тұрық, достар. Тапсырысты беретін жерге келдік. Қар деген кәдімгідей кайф болып жауып отыр, борап тұрып. Қазір түсіріп, ақшасын айтам. Қой балалар мопедпен жүр, оны қатып қалмайым екен. Так, ол тапсырысты бердік. Бағасы 4820 теңге болды. Ал онда кеттік. Ыстықпен суық араласып, терезе бұлдана бастады. Так, 12 мың, 4 мың, 8, 20 мың теңге болды ма? Бүгінгі табысымыз 20 мың теңге. Құттықтап қойыңыздар. Бүгінгі табыс 20 мың теңге болды. Яндекс көтеріктерде жолыққанша, достар, осымен видеомыз аяқталады. Табысты күндерде жолыққанша сау, саламатта болыңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын тағы. Давайте. Ассалаумалейкум, достар. Қалайсыздар, келесі күніміз. В общем, ұйқыды тіреп сағат 2-де шықтық қой жұмысқа. Бірінші тапсырысымыз келіп түсті. Алып кетуге кетіп бара жатырмыз. Сол. На расслабоне, на рахате. Асықпай жұмыс жасақ. Ауыз ашарға дейін. Тамаша емес па? Так. Заказ алып беретін жерге келдік. Garbage. Мынандай тема сатып алғызым. КамАЗдар сияқты болып жүресің енді. Алып шықтық қой. Не алып шықтың деші? Коробкаде мотоцикл. Горный мотоцикл. Соны қазір апарып тастаймыз. Апарып салып жібереміз да. И болды. Кеттік. Барақолка жақ жабысып жатыр ғой. Ойбай, на кольцоның шабачыт қой. Нұрлан испан қосып кететін ше. Мына кольцоның қатып қапты қой. Антарктидаға пингвиндер ұқсап деп. Ойбай. Айналаңдар ау, айналайын дегір жандар. Мынау деген, не деген пробка мынау. Так, достар, келіп тұрмыз. Қазір енді КамАЗ тауып соған басқызып жіберген. Сонымен кайф болады. Так, жіберіп қойдық. Жіберіп қойдық онда ана. Салып жібердік КамАЗына. Балғашина деген. Ақмола облысында поселок бар екен ғой. Балғаштан бөлек. Ақшамыз 4500 теңге, плюс 300 теңге, в общем 4800 теңге ғой. Базар жоқ. Жақсы, кеттік әрі қарай. Жаңағы Сәлем базардан енді шығып өдік, достар, тағы бір тапсырыс. Долгая поездка деп жазылып тұр екен. Көрейік енді қаншалықты долгий екен, қаншалықты долгий емес екенін. Ауыз ашарға дейін уақыт деген жетеді. Ақырында жасай берейік жұмыстарды. Ой, ананың ішінде
1 сағат жүрді, әрең таптым анан тұратын жерге де тұрып апты да. Так, 4 дөңгелек салып алдық. Дәу 21-ші радиус бекен. Амбалдай етер. Соны апарып тастайық. Чыңға деген машина екен. Осындайлар қаптап отыр аға, арзан ғой деме? Арзан болғаннан кейін соң Чири Чанган Ли Сяо Лао Ди деген бірдеңкелер шығып отырған. Біздің қазақтың машиналары қайда? Toyota Camry, Саркука, 45 деген, 30-ка. Яндекста мысалы сізге водитель чың-чың-лымен келе жатыр деп айтпайды ғой, например. BMW-ға ұқсайды екен өзінше. Бүйт деген машина екен. Қой, жақындап қалдық түсіретін жерге. Опа. Так. Апарып тапсырдық. Бағасы 4900 теңге. Ничего, нормально. Көрейік ары қарай. Жарокова мен Аль-Фарабиге көтеріліп, енді бір белең алып жүріп келе жатыр едім. Ой, бай, дейді отсызге. Кетчай, алки-балки. В общем, тағы бір заказ. Соны алып кетуге бар жатырмын. Белең алып деп қойдым. Жап аузымды. Ой, сағатымыз 5 болды. Мына заказды апартсақ, одан кейін аузы шар, достар. Үйге қарай тартып. Так, жаңағы немізді апартық қой тапсырыста, достар. Түсіріп. Ұмыт кетпін. Ұмыт кеткесің. Ұмыт кеткенде ана жет заказчик өзі бірге отырып алыпты. Амбалды екен. Мынаның ішінде қимылдай алмай қаласың ғой. Әрең сыйғасың, рульді әрең бұрып отқасың ғой. Бүйте. Так, 3430 теңге болды. Енді сағатымыз қанша? 5:30. Функция домой. Үй жаққа қарай таяйық, достар. Кеттік деп қойым. Осымен видео бітті ғой деймін, походу, достар. Видеоға лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Жеңісті, ақшалы көп күндерде жолыққанша сау саламатта болыңыздар.